Жастар әрқашан қоғамның маңызды күші. Қазіргідей технология қарқынды дамыған. Жаһандану заманында олардың рөлі одан да еселене түсті. Абай облысында жастар саясаты белсенді дамып келеді. Жастармен жұмыс істейтін орталық бар. Әрбір кезең қоғамнан жаңа шешімдер мен тың тәсілдерді талап етеді. Осы тұста өскелең ұрпақтың ұлт болашағын қалыптастырудағы рөлі ерекше назарда. Абай облысында 2023-2029 жылдарға арналған жастар саясатының тұжырымдамасы бекітілген. Онда бірнеше бағытқа назар аударылады. Солардың бірі жастардың ой қабілеттерін дамытуға, әртүрлі салалардағы білімдерін жетілдіруге арналған квиз интеллектуалды ойыны қарқын алды. Биыл жұмысшы мамандықтарына арналған жаңа жобаны іске асыру арқылы 300 жасты жұмыспен қамту жоспарланған. Еңбек жолы деген зауыт фабрикада жұмыс істейтін жастарға арналған үлкен жобаны бастап жатырмыз. Бұл жобаның негізгі мақсаты, яғни өзінің істеп жатқан жұмысын жақсы жағынан көрсете білу, артынан келе жатқан жас буынға сол зауыт фабрикада жұмыстың ішін көрсету, сол жаққа қызығушылықтарын ояту, яғни сол мамандықтарға бет бұру мақсатында істеген болатынбыз. Енді қазір өңіріміздегі қаламыздағы мына Семаз зауытында болды, одан кейін цемент зауытында болды. Жастардың өркениетті және гүлденген мемлекеттің қалыптасуындағы үлесі зор. Бұл бағытта Абай жастары ресурстық орталығының жастар саясаты саласындағы жұмысы ауқымды. Жастар ресурстық орталығы осы жастардың патриоттық, осындай ұлтшылдық секілді әртүрлі қасиеттерін дамытуға, сонымен қатар олардың осы жұмысқа орналастыру. Жастар саясатының негізгі бір бағыттары ол әрине отбасы құндылықтары. Осы отбасы құндылықтары бағытында бізде аяулы жас келін, қозы көрпеш, баян сұлу секілді өзіміздің осы облыстық іс-шараларымыз өтеді. Абай облысында 150 мыңға жуық жас бар. Олар халықтың 25%-ын құрайды. 3800-ге жуығы нет саласындағы жастар. Абай жастары ресурстық орталығы жастарды әлеуметтендіруге және жұмысқа орналастыруға көңіл бөледі. Тұрақты негізде бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Бос жұмыс орындарының тізімі ұсынылады. Біз яғни сол тізім бойынша жастарға үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек яғни жұмыссыз жастарға арналған мемлекеттің тарапынан берілетін мемлекеттік гранттар дейміз. Одан кейін соның ішінде тәуелсіздік ұрпақтары деген грант бар. Одан кейін жас прожект деген яғни қайтарымсыз гранттар бар 1 миллионға дейін. Сол жобалар туралы барынша өңірдегі жастарға жеткіземіз. Яғни өңірдің жастары қатысып өздерінің кәсіптерін бастауға, не болмаса басқа да ойлап жүрген креативті идеялар болса жүзеге асыруға мүмкіндік беретін үлкен жақсы жобалардың бірі. Қазақстан мемлекеттің жастар мүддесіне тұрақты көп деңгейлі қатысу саясатын ұстанады. Жастар саясатының басымдықтары тұрақты, патриоттық тәрбие, сапалы білім беру және ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту, салауатты өмір салты, жұмыспен қамту. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.